Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгін біз тәрбие психологиясы дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі видеода тәрбие жұмысының нысандары мен құралдарын қарастыратын боламыз. Жалпы педагогикалық әдебиеттерде тәрбие жұмысының формалары туралы бір тұтас пікір қалыптаспаған. Біріншіден, форма ұғымының өзі көп мәнді. Екіншіден, тәрбие жұмысының формаларына қатысты көптеген классификациялар бар. 20 ғасырдың 70 жылдарының басында Советская педагогика журналында осы классификацияның негіздері туралы ұзақ жылдар бойы пікірталастар жүргізілді. Алайда, ол белгілі бір қорытындыға алып келген жоқ. Ажоговтың сөздігінде форма сөзіне 9 түрлі мағына беріледі. Тәрбиенің формасы бұл тәрбиелік жұмысты ұйымдастыру жүйесі. Ол тәрбие процесінің қатысушыларының өзара әрекеттестігінің логикасын, олардың ұжымдық іс-әрекет ретін айқындайды. Тәрбиенің формалары өте алуан түрлі. Жаппай педагогикалық тәжірибеге сүйене отырып, тәрбие формаларын белгілі формалар бойынша жіктеуге болады. Ең біріншісі ол бізде тәрбиеленушілер саны бойынша, ұйымдастырушылар саны бойынша, нәтижесі бойынша, алдын ала дайындықтың болуына қарай, тәрбиеленушілердің іс-әрекетке қатысу сипаты бойынша, ұжымның басқа адамдармен және ұжымдармен өзара әрекеттесуі бойынша, тәрбиеленушілердің басым іс-әрекетінің сипаты бойынша, педагогтың ықпал ету тәсілі бойынша, тәрбиеленушілердің дайындыққа қатысуы бойынша, ұйымдастыру субъектісі бойынша, қолданылу ұзақтығы мен қолданылу жиілігі бойынша деп тәрбие формаларын біз қарастыра алады екенбіз. Әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтейік. Тәрбиеленушілер саны бойынша бізде үшке бөлінеді: жеке, ұжымдық және де топтық. Жеке ол яғни жеке әңгіме, кеңес беру, жеке көмек беру. Ұжымдық дегеніміз ол бірнеше топты қамтитын кез келген тәрбиелік іс-әрекеттер жүйесі. Ал топтық ол бастамашыл топ, іс кеңесі, өзін-өзі басқару топтары. Ұйымдастырушылар саны бойынша тәрбиелеу бізде үшке бөлінеді, яғни бір адамның ұйымдастырумен, ұйымдастырушылар тобы арқылы және де бүкіл ұжыммен ұйымдастырылатын формалар. Нәтижесі бойынша тәрбие формалары ақпараттық алмасу, ұжымдық пікір қалыптастыру және де қоғамдық маңызы бар өнім алу болып үшке бөлінеді. Алдын ала дайындықтың болуына қарай, біріншісі экспромт, яғни тәрбиелік жұмыстың белгілі бір бөлігі алдын ала дайындықсыз жүзеге асады. Жеке эпизод, яғни тәрбиелік іс-шара, тәрбиелік жұмыстың қорытындысы, яғни іс-әрекет нәтижелерін шығару болып бөлінеді. Келесі формасы бізде тәрбиеленушілердің іс-әрекетке қатысу сипаты бойынша тағы да үшке бөлінеді. Олар бізде барлық тұлғалардың міндетті қатысуы, ұжым жекеленген мүшелердің міндетті қатысуы және де толықтай ерікті қатысу болып бөлінеді. Келесі бізде ұжымның басқа адамдармен және ұжымдармен өзара әрекеттесуі бойынша екіге бөлінеді. Олар ашық және де жабық. Ашық, яғни басқаларға арналған, басқалармен бірлесіп өткізілетін. Ал жабық тек ұжым ішінде, тек өз ұжымы үшін. Келесі бізде тәрбиеленушілердің басым іс-әрекетінің сипаты бойынша форма түрлері. Олар ойындық, танымдық, еңбек, спорттық, коммуникативтік және құндылыққа бағдарлаушы формалар болып бөлінеді екен. Келесі бізде педагогтың ықпал ету тәсілі бойынша екіге бөлінеді. Олар тікелей және де жанама. Тікелей ол педагогтың тәрбиеленушілердің тұлғасына тікелей әсер етеді. Ал жанама біреулер арқылы, яғни ұжым, тәрбиеленушілердің жақын достары, ата-аналар, басқа педагогтар және де тағы басқалары. Келесі бізде тәрбиеленушілердің дайындыққа қатысу бойынша екіге бөлінеді. Яғни қатысумен дайындалатын тәрбиеленушілердің және де қатысуынсыз дайындалады. Келесі бізде ұйымдастыру субъектісі бойынша. Ұйымдастыру субъектісі бойынша
ұйымдастырушысы педагог, педагогтар мен тәрбиеленушілердің ынтымақтастығы негізінде, және де бастамашысы және ұйымдастырушысы тәрбиеленушілер болып табылатын формалар болып бөлінеді. Келесі бізде 11-ші форма, ол қолдану ұзақтылығы бойынша. Бұл жерде бізде 3-ке бөлінеді. Тәрбие ісінің немесе іс-шараның эпизоды ретінде, мысалы, командалық жарыстың бір кезеңі эстафета түрінде, келесі кезеңі брейн ринг ережелері бойынша зияткерлік сайыс түрінде өтеді. Келесі бізде белгілі бір форманың іс-шарасы ретінде, мысалы, әңгіме, демалыс кеші, сынып жиналысы, жиын сияқты. Және де 3-шісі ұзақ мерзімге есептелген тәрбиелік іс-әрекеттер мен іс-шаралар жүйесі ретінде. Және де соңғысы бізде қолдану жиілігі бойынша. Қолдану жиілігі бойынша бізде 3-ке бөлінеді. Дәстүрлі формалар, эпизодтық формалар және стандартты емес формалар. Дәстүрлі формалар жайлы айта кететін болсақ, ол бізде жаппай тәжірибеде кеңінен белгілі және қолданылатын педагогикалық қауымдастық мойындаған, ұжымның дәстүрлеріне енген болып табылады. Эпизодтық формалар олар ерекшелігіне байланысты жиі қолдануға болмайтын, педагог қызметінде эпизодтық сипатқа ие формалар. Ал стандартты емес формалар педагогикалық тәжірибеде және ғылымда жаңа болып табылатын, топта бұрын қолданылмаған болып бөлінеді. Назарларыңызға рахмет.